Қорқылтай деген бұл құс, қасиетті де киелі құс. Біз қазақ ауырғанда ең алдымен шипаны Алладан сұраймыз ғой. Дегенмен осы құстың ұясының емді қасиеттері жайлы айта кетейін. Қорқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға емдейтін. Олар радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйек сырқырауы, буын сырқырап қақсауы, тамырлардың ісінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдары суықтауы, жатыр аурулары, простатит, аденома, безеулік, құрсақ көтермеу сияқты тағы да басқа көптеген ауруларға ем. Және де бұл емді кез келген адам үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай қиындығы жоқ, тек ұяның булауына кешке жатар алдында түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға болмайды, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге осы құстың бір ұясы жетеді. Оны кәдімгі құрғаған адыраспанмен араластырып қолдануға болады. Сондай-ақ мұндай әдісті пайдалану сырт көзге күлкілі көрінуі мүмкін, алайда 3-4 күннен соң пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізе бастайсыз. Кейде тіпті бір қолданғаннан кейін-ақ пайдасын көресіз. Сондай-ақ кез келген уақытта қорқылтайдың ұясын жұлып алуға болмайды. Балапан қанат қағып ұшып, ұя бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе киелі құстың күйесі ұрады. Кезінде Қытайда осы құстың өзімен бір ғана ұясын 5 тонна күрішке бағалаған деседі. Неге күріш дейтін шығарсыз? Өйткені бұрында қазақ сауданы етпен, малмен бағаласа, Қытай күрішпен бағалаған. Қытайдан келген қандастарымыз болса білетін шығар. Бұл құстың қытайша атауы юнбао болса керек. Ал енді осы құстың ұясы жайлы аздаған мәлімет. Ұя негізі шөппен жібектен тұрады. Егер қолыңызға ұстап жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған кішкене тесігі бар себет қапшықты елестетеді. Сондай-ақ ұяны кем дегенде 7 метр биіктікке ағаш басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгі себет қапшықты ағаш бұтағына ілдіріп қойғандай көрінеді. Алайда қаншама жел, қаншама жауын, боран болса да, ұя сол қалпы тұра береді, үзіліп жерге түспейді, не ұшып жоғалып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда осы құс өзінің ауыз сілекейін пайдаланады. Негізгі емдік пайдасы қорқылтайдың ауыз сілекейінде болады. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады. Сондай-ақ жібектен басқа мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне сол үшін болса керек, ұясын адамдарға пайдалануға қалдырады дейді. Адамзаттың арқасында ұясы оқ, балапан ұшқан соң сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді. Тап осы күні біздің елде бұл құс Қызылорда тоғайларында көп кездессе, Өзбекстанда, Бұхара аймағында, Түркменстанда, Қарақұм арнасы айналасында көп кездеседі екен. Ұяның құны әр жерде әрқалай. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған пайдалы channel арнасы. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркелуді де ұмытпаңыз.